Ауыз бекіткен адам және ауыз ашатын кезде дәретті болу шарт деген елдің ішінде сөз бар. Сол үшін кейбір адамдар намаз оқымаса да, ораза ұстағаннан кейін ауыз ашар уақытысында және ауыз бекітер уақытта дәрет алып қана ауыз ашып жүргендер бар. Ондай бұйрығы жоқ. Дәретіңіз бар болса да, дәретіңіз жоқ болса да, ауызды бекіте бересіз, ауызды аша бересіз. Және дұға оқитын кезде елдің бәрі тұрып, яки болмаса отырып, немесе қыбылаға бұруды әдет етіп айландырып бара жатырмыз. Қалай ыңғайлы, солай жасай бересіз. Яғни міндетті түрде су ішетіңізде тұрып жасау қажеті жоқ. Бұған қоса айтқан болар едім. Бұл жаратқанға дұға болғандықтан, бұны әркім өзі ниетін айтқан жақсы. Әркім өзі дұғасын оқып, іштегі дұғасын айтып, мысалы біреудің денсаулығына байланысты дұға қылсын, біреу перзент сұрап дұға қылады. Өйткені ауыз ашар мен ауыз бекітер уақыт бұл дұғалардың қабыл болатын сәті болғандықтан әркім жеке өзі